Атаның саған қарсы болса, не істеу керек? Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып, бізбен серіктес бол. Бұл өмірде саған шын жақсылық қалайтын екі адам бар. Ол ата-анаң. Бірақ кейде олардың көзқарасы сенікімен сәйкес келмеуі мүмкін. Тіпті саған қарсы болуы мүмкін. Ондай жағдайда не істейтінімізді қасиетті Құранда үлгі қылып көрсеткен. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, Ибрахим пайғамбардың пұтқа табынатын әкесімен қалай қарым-қатынас жасағанын түсінесіз. Ибрахимға пайғамбарлық бозбалалық шағында келеді. Ол кісі уағыз айтудың ерекше формасын пайдаланады. Ол қауымның көзінше бүгіннен бастап менің құдайым жұлдыз дейді. Сол кезде қауымы қарап, Ибрахим жұлдызды құдай қылапты ғой деп таңырқайды. Келесі күні Ибрахим жұлдыздар жоқ болып кетті ғой. Маған жоқ болып кететін құдай керек емес. Бүгіннен бастап мен құдайым нұрын шашыратып тұрған күн болады дейді. Кеш болған сәтте күн батып кетті ғой. Маған бірде бар, бірде жоқ құдай керек емес. Бүгіннен бастап менің құдайым ай деген екен. Айда кетіп қалғаннан кейін менің құдайым ай емес. Себебі маған тұрақты, сосын мені әрқашан бақылап тұратын құдай керек деп айтады. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар адамдардың құдай қылып жүрген нәрселерін күлкіге айналдырып, логикаға сап уағыз айтқан екен. Бірақ Ибрахимнің әкесі сол адамдардың сеніп жүрген пұттарын дайындайтын адам болған. Енді біздің өмірімізде ата-анамыз біздің таңдаған мамандығымызға, тұрмысқа шыққымыз келетін жігітке қарсы болуы мүмкін. Аллаға серік қосу әлемдегі ең үлкен күнә болса, Ибрахимнің әкесі адамдардың сол күнәні жасауына тікелей себепкер адам болған. Ал Ибрахим пайғамбар әкесімен қалай мәміле жасады? Құранда әбәти деп келеді. Яғни әкешім, пұттарға жоламаш. Біздің құдайымыз жалғыз Алла, тура жолға түсші. Мен Алладан келген пайғамбармын деп, әкешім деп тұрып, тура жолға шақыратын болған. Бірақ әкесі ұлының іс-әрекеттерін жақтырмай, оның айтқанына мойынсұнбайды. Тіпті қой уағыздарыңды тоқтат, не жасап жүрсің деп ұрсатын болған. Бірақ Ибрахим пайғамбар әкесіне қарсы шықпаған, өте жақсы мәміледе болған. Күндердің бір күнде сол аймақта өмір сүріп жатқан адамдар қаланың сыртына мерекелік іс-шараға барады. Ибрахим, сен барасың ба деп одан сұрайды. Жоқ, мен кішкене ауырып тұрмын, үйде қаламын деп жауап береді. Ауылдағы бүкіл адам қаланың сыртына кеткенде Ибрахим пайғамбар үйден шығып, қолына балтасын алып, пұттар тұрған жерге барады. Қараса, пұттар тізіліп тұр. Барлығының сеніп жүргендер сендер ма? Маған жауап қайтарыңдаршы деп Ибрахим пайғамбар тиіседі. Жауап қайтпайды. Сонда Ибрахим пайғамбар балтасымен бүкіл пұттарды сындырады. Арасындағы ең ірі, ең үлкен пұтқа тиіспей, аман қалдырып, балтаны соның мойнына іліп кетеді. Мереке аяқталған соң бүкіл адам мекендеріне қайтады. Келгенде бәрі пұттардың жағдайын көреді. Мыналарды кім сындырған? Бәріміз кеткен едік қой деп барлығы шошиды. Сол кезде бір адам, осы бір Ибрахим деген бала пұттарға сыйынбаңдар, тура жолға түсіңдер, мен пайғамбарым деп жүретін еді, оның үстіне сол ғана мерекеге бармай қойған. Сол пұттарды сындырды дейді. Ибрахим пайғамбарды сол жерге алдыртып, сен ба мыналарды сындырған деп жауабын күтеді. Сонда ол жоқ, мен емес дейді. Адамдар мерекеге бармаған сен ғанасың ғой, басқа кім деп сенбейді. Қарасаңдаршы, пұттардың бәрі сынып тұр, үлкен пұт аман қалған, әрі оның үстінде балта ілініп тұр ғой, сол бәрін сындырған дейді. Сол сәтте адамдардың көсемі, бұл әшейін тас қой, ол жүрамайды, қимылдай алмайды, қолынан түк келмейтін тас басқа пұттарды қалай сындырады дейді. Сол сәтте Ибрахим пайғамбар, көрдіңіздер ме? Сіздер ризық сұрап жүрген, бақыт сұрап жүрген, құлшылық қылып жүрген пұттарыңыздың қолынан бірдеңе келеді десе, өздеріңіз сенбейсіздер дейді. Әдемі жауап берсе де, адамдар ақиқатты қабылдағысы келмейді. Ибрахим пайғамбарды кінәлап, оны алаңға апарып, отқа тастамақшы болады.
Оны келесі шығарылымда айтамыз. Сөзді сонда Ибрахим жалғайды екен. Сөздерің мен істерің қандай бөтен. Пұттар бәрін істейді деуші едіңдер, басқа пұтты қирата алмай ма екен? Қызықсыңдар, шындыққа ермейсіңдер. Енді келіп мен әбден тергейсіңдер. Мақтап жүрген пұттарың бір нәрсені істей алса, өздерің сенбейсіңдер. Пұт дегенің таспа жоқ бөрене ме? Таста болса табынып елере ме? Түк келмесе қолынан пұттарыңның тәңір етіп жүрсіңдер неменеге? Тастың бәрін жинап ап пұтханаға, соған сеніп жүргеннен құт қона ма? Өзін өзі құтқара алмас олар. Бір бәледен сендерді құтқарама. Жасағанмен Ибрахим батыл шара, тура жолға қауымын шақырса да, оған ерген бір адам табылмады, қиын екен жоқ болса ақыл сана. Алла жайлы иманда, танымда жоқ, қарсылықтар туындап қауымда көп. Бәрі былай келісті, пұттар үшін Ибрахимді өртейміз, жағыңдар от. Ол жайлы келесі шығарылымда айтатын боламыз. Бүгінгі оқиғадан не түсіндік? Ата-ананың ақысы Құдайдың ақысынан кейін келеді. Құранда ата-анаң саған қарсы болуы былай тұрсын, саған Аллаға серік қос деп, күштеп қинайтын болса да, мойынсұнба, бірақ өте көркем мәмледе бол деп айтылған. Төселіп көрпе бол, иіліп жастық бол. Ең үлкен күнә жаса деп қинаған ата-анаға өте көркем мәмле жаса десе, намаз оқыма деп жатқан, хиджаб киме деп жатқан, немесе боқтайтын ата-анаға, ішімдік ішетін ата-анаға мәмлеміз өте көркем, өте ерекше, бәрінен жоғары болу керек. Себебі ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Пікір білдіріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіз.